1941 жыл Мәскеу түбіндегі шешуші шайқас алдында неміс солдаттарының рухы түсе бастады. Үшінші рейхтің насихат министрі Йозеф Геббельс жауынгерлерді жігерлендіру үшін сұмдық сценарий ойлап тапты. Оның мақсаты кеңес жауынгерлерін адам емес, хайуан ретінде көрсетіп, немістердің оларға деген аяушылығын жою еді. Ол үшін Смоленск маңындағы тұтқындар арасынан еуропалық емес келбетті өзбек жауынгерлерін арнайы таңдап алды. Лагерге Германияның ең үздік операторлары мен жарық берушілері келді. Түсірілім алаңы дайын. Бір жақта бойшаң, сары шашты, көгілдір көзді мінсіз арийліктер. Екінші жақта аптапқа күйген, аштықтан әбден қалжыраған тұтқындар. Нацистер тұтқындарды бірнеше күн бойы нәр татырмай хайуандық деңгейге жеткіздік деп сенді. Ортаға бір бөлке нан тасталғанда олар бірінің етін бірі жеп таласады деп күтті. Міне камералар қосылды. Көліктен жаңа піскен буы бұрқыраған ыстық нанның иісі айналаны алып кетті. Күзетшілер нанды қорғанның ар жағындағы аш адамдардың ортасына лақтырып жіберді. Геббельс пен операторлар демін ішіне тартып, хайуандардың арпалысын күтті. Бірақ әлем бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Тұтқындардың арасынан бір жас жігіт алға шықты. Ол жерде жатқан нанды абайлап көтеріп, 3 рет сүйді де қасиетті жәдігердей маңдайына тигізді. Сұмдық тыныштық орнады. Жігіт нанды өзі жемей, араларындағы ақсақалға ұсынды. Тұтқындар Самарқандтың той дастарханында отырғандай сабырмен шеңбер жасап отырды. Ақсақал нанды ұқыптап бөліп, жағалатып үлестірді. Әр жауынгер қолына тиген кішкентай нан қиқымын алақанына салып, оның жылуына жылынғандай болды. Көздерін жұмып ләззаттана асықпай тауысты. Соңында ақсақал алақанын жайып бата берді. Немістер есеңгіреп қалды. Насихаттың күлі көкке ұшты. Олар жабайы деп санаған халықтың бойындағы тектіліктің, нанға деген құрметті және отанға деген сағынышты есепке алмаған еді. Сол сәтте камералар хайуандарды емес, рухы мықты адамдарды таспаға басып қалды. Бұл зұлымдықтың алдындағы адамдық қасиеттің ұлы жеңісі еді.